Сәлем қыздар, меренговый рулет дайындаймыз. Алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып аламыз, және де тұз қосып кішкене миксерлейміз. Қантты аз-аздан қоса отыра миксерлейтін боламыз. Бастысы бізде ыдыстан төңкергенде массамыз ағып кетпеуі керек. Пергаментке тура видеодағыдай қатты жұқа қылмай жайып шығамыз. 150 градуста 20-25 минуттай пісіретін боламыз. Рулет піскенге дейін крем дайындаймыз. Алдымен сливке мен сахарный пудраны миксерлейміз, оған творожный сырды қосып, тағы да барлығын миксерлейтін боламыз. Крем бізде дайын. Енді рулетті басқа пергаментке ауыстырып, арасына кремімізді жағып, өзіңіз қалауыңыз бойынша жеміс-жидек қоссаңыздар болады. Мен малина қостым, және тура видеодағыдай қылып орап шығатын боламыз. Үстіне кішкене крем жағып, өзіңіз қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Мен жеміс-жидекпен әсемдедім. Сонымен біздің өте нәзік рулетіміз дайын. Қыздар міндетті түрде жасап көріңіздер, шын мәнінде өте дәмді болып шығады. Баршаңызға ас болсын.